Сәлеметсіңдер ме студенттер? Бүгін сіздермен Қарағанды Тау-кен индустриалдық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы Беспаев Дулат Кеңесбаевич. Бүгінгі қазақ әдебиеті бойынша өтетін тақырыбымыз Абай Құнанбаев «Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ» өлеңі. Сабақтың мақсаты Абай Құнанбаевның өмірі мен шығармашылығы туралы түсіндіру, ақын шығармашылығының тақырыбы туралы мәліметтер беру, өлеңдегі адамның ер жігіттің сенімді серігі, бәйге атының сыны мен бағасының берілуі туралы түсіндіру, оқушылардың тапсырмалар арқылы ойлау қабілеттерін, тіл байлықтарын дамыту, шығармашылық ізденіске баулу, ұлы ақынға деген құрмет, мақтаныш сезімдерін тәрбиелеуге ықпал ету, ақын шығармалар арқылы балалар бойында адамгершілік, ізеттілік қасиеттерді тәрбиелеуге үлес қосу. Тексеру парағы. Жақсы адам қасиеттері. Ешкімді жатсынбайды, сөзіне сақ, жүзі жылы, сөзі майда, жүзі жақсы, алысты жақын ететін. Жаман адам қасиеттері. Көкірегі көр, көзі соқыр, өтірікші, өсегі көп, іріткі салушы, ел арасын жалған сөзбен бықсытушы, ұрыншақ, тентек, сүйкімсіз, жылқының қотыр болған аласындай, жаман адам балтаның ұңғысындай, өсек аяң айтып жүреді, кеудесі үлкен, сөзі кесек, ақылы ауысқан. Үй тапсырмасын тексеру. Бірінші, Сүйінбай Аранұлының өмірі сіздерге берілген. Жақсы мен жаман адамның қасиеттері өлеңін алма кезек оқу әдісі бойынша мәнерлеп оқу. Жақсы адамның бойынан табылуға тиіс басқа қандай қасиеттер болуы керек? Үйде жазып келген қасиеттерден бөлек. Адамдарды қандай істері мен әрекеттеріне қарап бағалауға болады? Бүгінгі сабақтың ұстанымы. Маған айтып берсеңіз ұмытып қалармын, жазып көрсетсеңіз есіме сақтармын, өзіме жасатсаңыз үйреніп қалармын. Яғни бүгін сіздер өздеріңіз жұмыс жасайтын боласыздар. Қызығушылықты ояту, ой қозғар әдісі. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолып томбығып, үсік шалды, шидем мен тон қабаттап киген малшы бет қарауға шыдамай теріс айналды. Өлеңнің авторы кім және оның тақырыбы қалай аталады? Автор Абай Құнанбаев, тақырыбы қыс. Тамаша. Алдарыңызда Абай Құнанбайұлының портреті 1845-1904 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, композитор. Ассоциация әдісі бойынша бүгін дәптерлеріңізді ашып, Абай Құнанбаевқа ментальды карта кластер жасап шығыңыздар. Яғни Абай Құнанбаев кім? Абай Құнанбаевтың қандай қырлары бар? Сол туралы дәптерлеріңізге жазып өтіңіздер. Жақсы, рахмет. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқи ерінбе. Адамдықты көздесең, жатты оқып ал көңілге деп Сұлтанмахмұт Торайғыров ақын ағамыз айтып кеткен екен Абай туралы. Сабағымыздың келесі кезеңі мағынаны тану. Абай 19 ғасырдағы қазақтың данышпаны, суреткер ақыны, өз ұрпағын өнер білімге үндеген ойлы ағартушы. Бүгін сонымен қатар өлеңнің беріліп отырған бізге шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ өлеңнің тақырыбын анықтаймыз және сол өлеңнің құрылыстарына жалпы талдау жасаймыз. Өлеңнің тақырыбы аттың сыны, жаратылыстың жанды бір бейнесі болған бәйге атқа арналған өлең. Ғасырлар бойында мал өсірумен көшпелі күйде тірлік еткен елдің ақыны аттың бағасын өзгеше түсінеді. Соның ішінде бәйге аттың өмірде бөлек. Ол қазақтың бағзы заманнан бергі ауызша әдебиетінде де сан алуан қиял пырағы болып жырланып келген. Абай өмір кешкен кезде жүйрік ат әсіресе қазақтың жануардың ішіндегі адамның ең ыстығы деп бейнеленген болатын. Жылқының сыртқы мүшелері алдарында бейнеленген суретте төбе сүйек, құлақ, мұны біз біле бермейтін, май жал, жалды білеміз. Мойын түп деген бар екен, шоқтық жал деген бар екен. Жалдың өзі бірнеше түрге бөлінеді екен, суреттен байқап отырғандарындай. Келесі суретте міне үзеңгілік, шаша, жер соғар, май өкше,
жон, жаңбырлық дегенді міне енді естіп отырық, иә? Күн тимес, сауыр, қаптал, мықын, тағы басқа. Аттың сыны өлеңде бейнеленген. Қу кекіл, кекілге байланысты қамыс құлақ, жібек жал, қыл мойын, тік жақ, етек ерін, дәует бас, жазық маңдай, қой көз, теке мұрын, тағы басқа, иә? Қалдарыңызға қарап отырсаңыздар. Алма сағақ, түлкі төс, быртық бақай, кесе тұяқ, кебеже қарын, тостаған сауыр, иілген қабырға, кең жауырын, жазық жауырын, тағы басқа. Жылқының жүріс түрлері: аяң, келте аяң, көсілген аяң, жел аяң, бүлкіл желіс, жай желіс, бөрі бүлкек желіс, тағы басқа. Оң шабыс, сол шабыс, жай шабыс, бірнеше шабыс түрлеріне бөлінеді екен. Жорға, төкпе жорға, 4 аяқты жорға, 3 аяқты жорға, 2 аяқты жорға, 15 құлаш жорға. Артық ынта бойыны, яғни алдарында берілген 6 тізбектелген сөздің ішінен артығын алып тастаймыз. Мәселен, біріншісіне тоқтала кетейін. Мысал ретінде қызыл ер, құртқа, алпамыс, қобланды. Бұл жерде қызыл ер, алпамыс, қобланды дегеніміз батыр, құртқа дегеніміз батырлардың жары. Сол себепті бұл жерде артығы құртқа. Осы сияқты артық мәліметті алып тастаймыз келесі сөздер тізбегінен. Рахмет. Келесі сабағымызды бекіту, ой толғаныс кезеңі. Өлеңнің алғашқы шумағынан дене мүшелерінен тіркескен сөзімен теріп жазасыздар. Осы сөздерден амоним болатын сөздерді тауып, мысал келтіресіздер. Тіркескен сөздердің ішінен тасымалдауға болмайтын сөздерді тауып жазасыздар кестеге. Тексеріп шығайық міне. Өлеңнің алғашқы шумағынан дене мүшелеріне қатысты тіркес сөздер: шоқпардай кекіл, бөкен қабық, ауыз омыртқа, майда жал, ой желке, қарап тұрсыздар. Және амоним болатын сөздер: қой, ой, жақ. Қой дегеніміз қорада қой су ішіп тұр. Тура мағынасы, бір мағынасы кітапты орнына қой, етістік, е? Тіркескен сөздердің ішінен тасымалдауға болмайтын сөздерді табасыңдар. Ол қой, жақ, ауыз, жал, ой. Яғни бір буынды сөздер бізде не істейді? Тасымалданбайды. Өлеңнен жылқының дене мүшелерін теріп жазып, осы сөздерге сұрақ қойып, қай сөз табына жататынын айтыңыздар. Жауабы: кекіл, құлақ, мойын, жақ, қабақ, ауыз, омыртқа, жал, желке, мұрын, ерін, құйрық, қыл, ұршық, сан, көз. Сұрағы не? Сөз табы, зат, есім. Бүгінгі тақырып бойынша 5 жол өлең әдісімен жаңа сабаққа байланысты 5 жолдан тұратын қорытынды өлең шығарыңыздар. Берілген өлеңнің ішінен мәліметтерді ала отырып. Абай, Құнанбайдың ұлы, қазақтың бас ақыны, желіс үстінде жарығай, ақын 19 ғасырда өмір сүрген. Пысықтауға арналған сұрақтар. Абай атамыздың суреттеуіндегі аттың сыны сөз өнері болғанда, суреттегі ат бейнесі өнердің қай түріне жатады? Өнердің басқа қандай түрін білесіңдер? Ат ер қанаты деген қанатты сөздің шығуы неліктен деп ойлайсыңдар? Жылқы малы туралы қандай ән, би, күй аттарын білесіңдер? Ат жайлы қандай мақал, мәтел білеміз? Үйге тапсырма. Өлеңнен өздеріңнен алған 4 жұмағын мәнерлеп жатқа оқу, ақын сипаттамасын пайдаланып, аттың суретін салу. Бүгінгі сабағымызды алдарыңызда берген күлегештер арқылы бағалап өтеміз бір-бірімізді. Өте жақсы немесе орташа деген бағалаумен бағалап шығамыз. Жылқы малына қатысты шығарған ән, күй, өлең жырлар: боз жорға, жылқының әні, көк шолақ, құлагер, жылқы ішінде бір ала, қара жорға, ақсақ құлан, тағы басқа. Ат биеден туады, аруана түйеден туады. Жылқы малына қатысты мақал мәтелдер: тұлпар шаба,
Жетіледі сұңқар ұша жетіледі. Ат құлыннан, батыр баладан, ат тұяғын тай басар. Аттың аты үлкен, түйенің табаны үлкен. Ерге лайық ат бітеді, қызға лайық сән бітеді. Келесі сабақта кездескенше күн жақсы, сау болыңыздар.